1940 жылдардың басы Алматының жайма-шуақ кеші болғанымен ғылым әлемінде соғып желі соғып тұрған кез. Соғыс өрті тұтанған шақта Мәскеу мен Ленинградтан келген эвакуацияланған ғалымдардың көбі кері қайтуға қамданып жатты. Олардың арасында әйгілі геолог академик Григорий Кассин де бар еді. Кассин Қазақстанның геологиялық картасын жасауға өлшеусіз үлес қосқан, Сарыарқаның әр тасын жатқа білетін білгір ғалым еді. Бірақ соғыс аяқталып, орталық оны Мәскеуге шұғыл шақыртады. Заттары боулы, билеті қалтасында. Ол өз кабинетінде соңғы рет терезеге қарап алыста мұнартқан Алатаудың шыңдармен қоштасып тұрғанда есік ақырын ашылды. Табалдырықта Қаныш Сәтбаев тұр еді. Екі ғалымның жанары түйісті. Қаныштың көзінде мұң да, үміт те бар болатын. Ол Кассиннің жанына келіп үнсіз қол алысты. Григорий Степанович деді Қаныш даусы бейпас шығып. Сіз кетесіз, оған хақыңыз бар. Бірақ мынау дала, мынау ашылып жатқан академияның тағдыры не болмақ? Сіздің біліміңіз біздің қазақ ғылымының іргетасы еді ғой. Кассин күрсінді. Қаныш Имантайұлы, мені Мәскеу күтіп тұр. Ол жақта мүмкіндік көп, ал мұнда бәрін нөлден бастау керек қой. Сол сәтте Қаныш оның иығына қолын қойып, терезе сыртындағы кең даланы нұсқады. Мұнда нөл емес, мұнда болашақ жатыр. Сіз Ресейдің ұлы ғалымсыз, бірақ қазақ даласы сізді өз перзентіндей бауырына басты. Осы топырақтың астындағы қазынаны сізден артық кім таниды? Қалсаңыз, біз бірге ғылыми майдан құрамыз. Мен сізге уәде берем, бұл жерде сіз жат емес, төрдегі тұлға боласыз. Кассин Қаныштың жанарындағы жалындаған отты көрді. Ол жай ғана лауазым емес, ұлт тағдырына деген жауапкершілік еді. Қаныштың адамдық болмысы, оның ешкімге ұқсамайтын тектілігі Кассиннің жүрегін жібітіп жіберді. Бірнеше минуттық үнсіздіктен соң Кассин боулы тұрған чемоданын шетке ысырып қойды. Жақсы Қаныш, деді ол нық дауыспен. Сенің мынау кең пейілің мен ғылымға деген махаббатыңның алдында менің амбициям дәрменсіз. Мен қаламын. Осы қазақ жері менің соңғы тұрағым болсын. Осылайша ұлы ғалым Григорий Кассин Қазақстанда қалды. Ол өмірінің соңына дейін Сәтбаевтың сенімді серігі болып, қазақ ғылымының қара шаңырағын бірге көтерісті. Қаныштың ұлылығы тек кен ашуында емес, адам жанын танып өзге ұлттың заңғар ғалымдарын қазақ мүддесіне қызмет еткізе білетінінде.